Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бұл видеода сіздермен үй жағдайында стейктің дайындалу рецептісімен бөлісемін. Қалай шыққанын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін үзбей қараймыз. Ал бисмилла. Алдымен 2 см қалыңдықта ет кусогын аламыз. Сосын оған тұз, бұрыш, май жағып, маринаттап 1 сағатқа қоя тұрамыз. Дәмдеуші сіңген етті болса гриль сковородка, болмаса кәдімгі үйдегі сковородкаға де қуырып бастаймыз. Басында табамызға май ештеме құймастан 2 жағын 5 минут сайын ауыстырып қуырамыз. Мен отбасыма тойымдырақ болсын деп мында картоп пісіріп жатырмын, қосымша қасына қоюға. Оны да дәл ет сияқты тұз, бұрыш, маймен маринаттап қазанға салып бұқтырып қойдым. Етіміздің тек 2 жағын ғана емес, сонымен қатар қапталдарында қуырамыз. Еттің барлық жері қызарып қуырылғаннан кейін табаға 2-3 сарымсақты ортасынан бөліп саламыз, және де сары май саламыз. Сары майды да, сарымсақты да еттің беткі бөлігіне жағатын боламыз. Екінші жағына аударып, екінші жағына да жағамыз, сарымсақты да міндетті түрде жағамыз. Осылайша оның өте керемет иісі бұрқырап шығатын болады. Прям енді етіңіз дайын болғанша шыдай алмай тұрасыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай, сары майды қасықпен алып, еттің беткі бөлігіне құйып отырамыз. Осылайша 10-15 минуттай қуырамыз. Оған дейін сары майымыз табадан тартылатын болады. Дайын болған стейкті бірден кесуге асықпаңыз. Оны қақпағы жабылатын ыдыста 5 минутқа суығанша күтеміз. Ал мінекей, біздің стейктеріміз дайын болды. Ортасын кесіп көрсетейін, ешқандай қызыл суы да көрінбейді. Өте керемет піскен стейк деп есептеймін. Енді мен ас көкті турап, майонезге араластырып, картопымыз бар ғой, соның бетіне подлива дайындап жатырмын. Ал достар, егер видео сіздерге ұнап жатырған болса, сіздер үшін теп-тегін тұрған подписка, лайк пен мені қолдап отырыңыздар. Ол менің каналымның дамуы үшін өте маңызды. Ал мінекей, біздің стейк дайын. Осы рецепті бойынша сіз де үйіңізге, отбасыңызға дайындап көріңіз. Дәмді болғаны соншама біздер тоймай қалдық, сөздің шыны. Аллаға шүкір, қазақтың отбасы осындай көпшілікпіз ғой. 2 етті кімнің аузынан тауып аласың, е? Видеоға, фотоға түсіріп алғанша әрең шыдадық қой. 3 ауыз сөзбен бітіріп тастадық, пісті түсті асадық деп. Ал достар, назарларыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыздар.